Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта шалмасыз бағаншаны үлпілдектің алдыңғы қатарынан тоқу. Шалмасыз бағаншаны үлпілдектің алдыңғы қатарынан қалай тоқимыз? Ол үшін ең алдымен үлпілдек шалулардан құралған тізбек шынжырды өзімізге қажетті өлшемде тоқып аламыз. Одан кейін шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқып аламыз. Мен 20 үлпілдек шалулардан құралған тізбек шынжыр тоқып алдым. Енді тағы бір үлпілдек тоқып аламын. 21-ші үлпілдек бұл бізде көтеру ілмегі ретінде теріледі. Ал ілмектегі жіп үлпілдек ретінде саналмайды. Осыдан кейін шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқимыз. Көтеру үлпілдегінен кейінгі үлпілдектен бастап тоқимыз. Егер түсінбей жатқан болсаңыз, алдыңғы сабақтарды қарап шықсаңыз болады. Мен қазір шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқып жатырмын. Шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқып алдық. Енді екінші қатарға өту үшін бір үлпілдек іліп аламыз да тоқымамызды бұрамыз. Алдыңғы сабақта екінші қатарға өткенде үлпілдектің алдыңғы және артқы қатардан тұратынын айтқан болатынмын. Және біз бүтін үлпілдектен ілмегімізді өткізіп тоқыған болатынбыз. Енді біз бүтін үлпілдектен емес, үлпілдектің алдыңғы қатарынан ілмегімізді өткізіп тоқитын боламыз. Үлпілдектің алдыңғы қатарынан ілмегімізді өткізіп, сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп аламыз да, үлпілдектің алдыңғы қатарынан шығарамыз. Ілмегімізде екі жіп пайда болды. Тағы да сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі екі жіптен шығарамыз. Енді осылай екінші қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Тағы да көрсетіп жіберейін. Үлпілдектің алдыңғы қатарынан ілмегімізді өткізіп, сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп аламыз да, үлпілдектің алдыңғы қатарынан шығарамыз. Ілмегімізде екі жіп пайда болды. Тағы да жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі екі жіптен шығарамыз. Осылай жалғасып кете береді.
жұмысымызды қалай аяқтаймыз? Ілмекпен бір үлпілдек іліп аламыз да жібімізді қайшымен қиып тастаймыз. Ілмекпен жіпті шығарып тартамыз. Үлпілдектің алдыңғы қатарынан тоқылған шалмасыз бағаншамыз осылай көрінеді. Бұл жерде 20 үлпілдек шалу мен 10 қатардан құралған. Бұл бізде үлпілдектің алдыңғы қатарынан тоқылған шалмасыз бағаншаның сызбасы. Егер сабақ ұнаса, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдын ала рахмет.